осы бір керемет күндегі барлық жанның қалағаны орындалсын дегім келеді. Енді қатысушылардың да көңіл күйі керемет сияқты. Бірден бір өздеріңізге арналған сыйлықтан бастайық. Қосылайық бренді ұсынған керемет осы бір жамылғы жастықты эфир барысында көрсетілген 5 белгіні арнайы посттың астына жазып қалдыру арқылы осы бір сыйлықты ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Және де алғашқы белгі бізде кімнің қолында? Жанеркенің қолында. Жанерке, Қайырлы күн. Алғашқы белгі бұл өмір. Ештеңе айтпайсыз. Жақсы, құрметті көрермен, енді біздің қатарымыздан кеше қимай Бекзатпен қоштасқан болатынбыз, өзінің қалауымен осы жобадан кеткен болатын. Негізі көпшілік сұрап жатыр екен әлі де. Не себепті кетті екен, Бекзат себебін айтпады ғой дегендей. Бірақ оның басты себебі енді өзінің қалауы. Ол жерде бір үлкен бәлкім себеп те жоқ шығар, бірақ дегенмен де әркімнің өз қалауы, өмірінің бір бөлшегінде өзі қадамын жасағаннан кейін, осы жерде отырғаннан кейін, бірақ осы қадамын дұрыс деп шешім қабылдағаннан кейін бізге айтылды. Содан кейін біз де ұсынысын қабыл алдық, бірақ енді қаншалықты қимасақ та біз мәжбүр болдық шығарып салуға. Әркімнің өз өмірінде өзінің әрбір парағы болады. Қосылайық та бәлкім бір парағы болып, жабылып қалар деген ойдамыз. Енді біз Бекзатқа тек бақыт тілейміз, тек жақсылық тілейміз. Алдағы уақытта енді той болады дегендей, біраз мерекелер болады. Сол кезде міндетті түрде қонағымыз болып келеді деген ойдамыз. Сол кезде көресіздер, уайымдамаңыздар, құрметті көрермен. Нұржан. Бала саған бірден айтайын. Кеше. Енді Бекзат шынымен де өз еркімен кетті, маған айтып жүрген. Енді осыдан кейін шығайын, сыртқа шығайын, жұмыс істейін, дамиын деп өзімнің музыкалық білімді ары қарай одан сайын дамытайын деген сияқты әңгімелерді айтып жүрді. Бірақ енді көбісі түсінбей жатыр екен кеше, не болды сонша жылап. Бір жерге шығарып сабатқандай деген сияқты әңгімелер болады екен. Енді бәрібір де сыртта жолығамыз ғой, бәрібір де мына жерде ортада пікір талас кезінде саған поддержка беретін адам деген сияқты ғой. Енді бәрібір де орын жоқтығы кәдімгі жігіттердің бәрі де айтып жатыр да. Эфир басталатын кезде жүретін еді, бой кішкентай, бәрінің мазасын алып, ашкиін тағып алып. Сондай адамдар біртүрлі болып қалады екенсің, ондай жанында жүргеннен кейін. Сол үшін Бекзат досым, сәттілік тілеймін, жолың ашық болсын. Мен айттым ғой, кешеде айттым, менің қос қанатым бар еді, осы қосылайықта. Біреу Жаныбек, біреу Бекзат деген сияқты. Енді екеуі де жоқ, тірі адам тіршілігін жасайды, енді басқа қанаттар іздеп жатыр мен десең. Сіз де қатты айттыңыз. Бекзат қайта кетейінші енді, кеше дұрыс айта алмай қалдық қой. Бекзат, жолың ашық болсын, әрқашанда мен көбісі айтады ғой, мен бұл жобаға дос табу үшін келген жоқпын деп, дос табу үшін келген жоқ едім мен де. Бірақ осында екі азамат тапқаныма мен қуаныштымын. Жолдарың ашық болсын, жігіттер, ақ жол. Әрине, негізі Бекзат енді осы жерде, құрметті көрермен, кейде байқалады, әрине, кейде байқалмайтын да шығар сіздерге бәлкім. Бірақ көп жағдайда өте орынды пікірлер айтатыны бар. Соның барлығын ескере отырып, енді және эфирден қалмайтын. Негізі біз арамызда өте керемет сыйластық болды. Сондықтан да біздің кеше көзімізге жас алып, солай қимай қалған сәтіміз болды. Себебі бір ауыз араларымызда түсініспестік немесе ренжіс болған емес. Сондықтан да біздің бір қимай қоштасқанымыз бар. Сол үшін де айта кетейін, құрметті қатысушылар, менің сіздерге ескертуім болсын, бір ауыз ескертіп, бізбен үнемі сыйластықта болып, жақсы байланыста болу, мен ойлаймын, арамыздағы байланыс ең біріншісі бұл сыйластық. Жақсы қоштаса алу да үлкен бір жетістік деп түсінемін өз басым. Себебі екінің біріне ондай мүмкіндік бұйыра бермейді. Бірақ мысалы мен бүгін Аделя мен Ернарды көрмей тұрмын. Және себебі де жоқ екен келмеулерінің. Яғни біздің редакцияға ештеңе айтылмаған.
Бұлай мұндай бір жауапсыз дүниелерді жасай берген дұрыс деп санамаймын өз басым. Сондықтан да кейде ойлайтын да шығарсыздар, көппіз ғой, байқалмай қалады дегендей. Бірақ әрқайсыңызды білеміз. Кімнің не айтқанына дейін осы жерде байқап отырамыз, көріп отырамыз, кімнің көңіл күйі бар, кімнің көңіл күйі жоқ, барлығын біліп отырамыз. Сондықтан да әдемі басталған нәрсе әдемі аяқталуы керек. Бұл жерде сіздердің қарым-қатынастарыңыздан бөлек сіздер мен біздің арамыздағы сыйластық бар, соны ұмытпаңыздар. Енді, құрметті көрермен, біз эфирімізді бастайық. Және бастау үшін енді таныстығы кеше ғана үміткер келген Ғалымжанды ортаға шақырамыз. Балауса ханым, қалайсыз? Ассалаумағалейкум барша көрермендерге. Сұлтанбек ағалар, қалайсыздар? Жағдайыңыз жақсы ма? Көңіл күйіңіз қалай? Жағдайым жақсы, денсаулық жағынан, бірақ көңілге дұрыс емес та. Енді әрине кеше біраз мәселе болды, бірақ оны біз сәл кейінірек сұрармыз. Нақты дәл қазір таныстыққа байланысты сіздің үміткеріңіз есімі кім еді тіпті? Дари ғой, Дари. Қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Сондай әдемі, сұлу болып тұрсыз бүгінде. Көңіл күйіңіз бәрі жақсы ма? Иә, саламатсыздар ма? Бәрі жақсы, бәрі керемет. Бәрі жақсы. Кездесу болды ма? Алғашқы кездесу. Кездесу болды бізде. Бірақ кеше бізді кездесе алмадық. Өткені білесіздер ғой. Ау, қойыңыз, өйтіп айтпаңыз. Кеше жолығамадық, бұл кісіде уақыт болмады, тоже менде де болмады. Орта шешіммен болды. Біз айттық, бірақ ертерек азанда завтракқа барайық деп. Таңғы асқа бардыңыз. Таңғы асқа бірге барайық деп. Жақсы, ендеше көріп алайық, сол таңғы асқа барған кездегі алғашқы кездесу қалай болды екен? Көрдік. Енді Ғалымжан, кешірім сұраймын. Ғалымжан, енді сіз айта беріңіз, кездесу ұнады ма негізі сізге? Маған ұнады, сізге ұнады ма? Иә, бәрі жақсы. Энергиясы күшті екен негізі, сразу байқалды. Энергичный екенін сразу адам түсіне біледі. Сөйлестік. Тимур, ау, не болды Тимур? Ғалымжан, 1 минут уақыт бөліп жіберші маған. Үміткер қызға қуанып отырмын бүгін. Кешегіден кейін мүмкін нәтиже шығып, бүгін ұзын киіп келдім ма деп. Әрдайым осылай халық алдына шыққан кезде ұзын киіп отырсаң, өзіне тым жақсы жарасады. Жақсы, Тимур, сөзіңізді бөлейміз де дәл қазір жарнамадан кейін